Сәлеметсіздер ме 4 сынып оқушылары? Бүгін 3 тоқсан бойынша дүниетану пәнінің БЖБ1, БЖБ2-сін талдайтын боламыз. Ең алдымен дәл қазір каналға жазылып, қоңырау шанына басып кетуді ұмытпаңдар. Ендеше БЖБ1-ден бастап талдап бастайық. Табиғат құбылыстары ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалау. Берілген уақыты 20 минут екен. Бұл БЖБ1-де бізде 3 тапсырма берілген. Алғашқы тапсырмадан орындап бастайық. Бірінші тапсырма: суретте бейнеленген шаруашылық түрлері еліміздің қай аймақтарында жақсы дамыған? Бірінші суретте бұғы бейнеленген. Бұғы шаруашылығы Шығыс Қазақстанда жақсы дамыған. Екінші суретте алма. Барлығымыз білетіндей, Алматыда апорт алмасы өседі, сондықтан алма өсіру шаруашылығы Алматыда жақсы дамыған. Екінші сұрақ: бір суретті таңда, осы шаруашылық түрінің дамуына климат қалай әсер етеді, соған жауап бер дейді. Дәмі тіл үйретін Алматының апорты аз уақыттың ішінде танымал болды. Алматының апорты халық арасында алманың ең жоғарғы сорты болып есептеледі. Алма өсіруде Алматының климаттық жағдайы өте қолайлы болып келеді деп жауап берсек болады екен. Екінші тапсырма: өрт шыққан жағдайда қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Сурет бойынша 2 ереже құрастырып жаз дейді. Суреттерге мұқият қарап шығыңдар. Мен бұл жерде 2 емес 3 ереже жаздым. Бірінші: өрт болған жағдайда ең алдымен өрт сөндірушілерге хабарласу қажет. Екінші: өрт болған жағдайда тез арада өрт болған жерден шығу керек. Үшінші: бір жоғарыда жаздым оны. Өрт болған жағдайда түтінге тұншығып қалмас үшін сулы матамен демалу қажет екен. Осылай жазсаңдар болады. Үшінші тапсырмаға өтейік. Суретті пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Бірінші суретке қарап танысып өтіңдер. Нысандардың балаға қатысты орын анықта дейді. Бала ортада тұр. Үш нысан қалай орналасқанын айтуымыз керек. Солтүстік жағында бидай диірмені, шығыс жағында су құдығы орналасқан, батыс жағында электр станциясы орналасқан екен. Ал бала ортада тұр. Осымен біз БЖБ1-дің 3 тапсырмасын талдап тастадық. Енді келесі БЖБ2-ге өтейік. Қоршаған ортаны қорғау тақырыбы бойынша жиынтық бағалау. Берілген уақыты 20 минут. Бұл жерде де 3 тапсырма берілген екен. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап жаз. Сен тұратын аймақтың климаты қандай? Балалар, сендер қай жерде тұрасыңдар, соған байланысты жазыңдар. Мен мысалы оңтүстік Алматы, Қызылорда, Шымкент жақты айтам. Тараз жақты, ол жақта күн жылы, күн ашық болады деп жаздым. Екінші сұрақ: климатты ескере отырып, сен тұратын аймақта өсімдік шаруашылығының қай түрін дамытуға болады? Неліктен? Өсімдік шаруашылығы нелер жататын бірінші біліп алайық. Өсімдік шаруашылығының маңызды салаларына дәнді дақылдар, техникалық және сергітпе дақылдар өсіру, бау-бақша шаруашылығы жатады екен. Ал жаңағы айтып кеткен оңтүстік жақтарда, өңірлерде дәнді дақылдардан күріш, жүгері, арпа, бидай тағы басқа өсіріледі. Ал бау-бақша шаруашылығы бойынша алма, қауын, қарбыз, орам жапырақ тағы басқа бау-бақша өнімдері өсіріледі екен. Осылай дәптерлеріңе жазып алыңдар. Осымен бірінші тапсырманы аяқтаймыз. Екінші тапсырмаға өтейік. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: сен тұратын аймақта қандай табиғи апаттар болуы мүмкін? Оңтүстік аймақтарда, мысалы Алматыда тау бар. Сол үшін қар көшкіні, сел болуы мүмкін. Ал оңтүстік Шымкент жақтарда су тасқыны, дауыл көп болуы мүмкін. Осылай жазсаңдар болады. Екінші: ол қандай себептерден туындауы мүмкін, түсіндір. Бұндай табиғи апаттардың барлығы табиғат құбылыстарының әсеріне болады. Үшінші: бұл табиғи апаттың күнделікті өмірде тигізетін зардабы қандай? Ондай апаттардың зардабы көп. Үйлерді су басып кетуі мүмкін, адам шығыны да болуы мүмкін. Ал дауыл болған кезде үйдің шатырларын, ғимараттарды, соларға зақым келтіруі мүмкін. Осылай жазсаңдар болады. Енді үшінші тапсырма: глобуста ерекшеленіп берілген сызықтардың атауын жаз дейді. Жоғарғы жағында глобустың нөлдік меридиан сызығы. Енді шардың глобустың дәл ортасынан өткен сызық ол экватор. Балалар, осымен біз дүниетану пәнінің 4 сынып бойынша
БЖБ1, БЖБ1, БЖБ2-сін талдап бітірдік 3-ші тоқсанның. Осындай ТЖБ БЖБлар уақытылы әрі тез шығып тұрған қаласаңдар, каналға жазылып, қолдау білдіріп кетіңдер. Назар қойып тыңдарғандарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.